мына біздің халықтың Қазақстанның 90% десем қателеспейтін шығармын. Барлығының мойнында кредит бар ғой. Несием бар, көп, өте көп. Қазір просрочкадамын бір банктен. Мен оны төлей алмай тоқтатып қойдым. Себебі кредитім көп, ипотекам бар, машина алған күйеуім ғой, көп. 5 миллион ғой. 5 миллион қарызсыз қойған. Қарызсыз қойған. Естіміз ондайлар, бірақтан сенбейміз ғой, қазір мошенниктер көп, өте ондай нелер көп, әзір программалар көп. Қайсысына сенуімді білмейсің. Былтыр осы февральдың ішінде кафе ашам деп қалды күйеуім. Содан біз 5 миллион алып қойдық та. Кафе жүріп кете ма деген оймен. Онымен ол жүрмеді, өте қиын болды. Төлей алу қабілеттілігін қалпына келтіру деген процедура бар қазір. Сот тәртібімен шешіледі. Дегенмен де сіздің бүкіл қарыздарыңыз единый графикке қойылады. 5 жылға созылады. Тұрақты жаңағы графикке отырғызып, ары қарай төлеп жүрсеңіздер болады негізі. Бұл енді апай мемлекеттік үкіметтік жоба ғой, қарызсыз қоғам деген просрочкасы бар, банкротствоға шыққан азаматтарға көмектесу үшін арнайы жасақталған бағдарлама. Сондай ұйымдар керек негізі.